Сәлем асылдарым, бүгін сіздермен осындай дәмі өте керемет болып шығатын, бір жасағаннан ұқсайтын сүзбелі пирогымызды бірге дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында тұрған сары майымыздың үстіне қант ұнтағымызды салып, шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Үстінен бір жұмыртқамызды салып, барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқыш расырық етелімізді салып, араластырып, жаңағы салмамызға салып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Қамырымызды пакетикке салып, холодильникке уақытша қойып тұрамыз. Оған дейін ыдысымызға сүзбемізді салып, үстінен бір стакан қантымызды, 2 жұмыртқамызды, 2 ас қасық қаймақ, бір ас қасық картоп крахмалын салып, барлығын блендердің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Бізде осындай біркелкі әдемі масса болып шығады. Қалыпымызға сары майымыз барлығын жағып шығамыз. Барлық жеріне тегізіп, жаңағы қамырымызды барлығын жететіндей қылып, әдемілеп жайып шығамыз. Шанышқының көмегімен осылай тесіп аламыз. Үстінен жаңағы салмамызды салып, қызып тұрған пешімізде 150 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Біздің сүзбелі пирогымыз дайын. Қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен Қазақстан шоколадымен сәндедім. Өздеріңіздің қалауларыңызша шие, бананмен сәндесеңіздер болады. Міне осындай керемет болып, әдемі болып шығады. Бір жасағаннан ұқсап, отбасыларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер.